Енді бүгінгі меруерттің көйлегі тіпті сырға салатын кезде киетін көйлек сияқты. Енді жақсылыққа жори берейік, қалайсыздар? Арақатынастарыңызда не болып жатыр? Қандай жаңалық? Ақтөре үйіне, ауылына кеткен кезде байланыста хабарда болды ма, әлде жоғалып кетті ме деген сияқты сұрақтар? Қайырлы күн, Диана ханым. Қайырлы күн. Ауылға аман есен барып келді. Ауылға барып келгеннен кейін де бізде бәрі жақсы жағына қарай өзгерді. Хабарласу болды. Видеозвонокпен күніне 4 рет звондады. Шынымен деп күшті хабарласып, сол соңғы осы жердегі студиядан шыққаннан кейіннен бастап уже бізде бәрі жақсы жағына қарай өзгерді. Мен өзімнің қателерімді түсіндім деген сияқты ғой. Негізі мен ойлаймын, осы уақытқа дейін болған нәрсенің барлығы, все, что не делается к лучшему, деп всегда айтамын ғой. Шынымен деп те арамызда болған ұрыс-керістің бәрі наоборот біздің ара қатынасымызды нығайтуға бір себеп болған сияқты. Пайдасын тигізді дейсіз? Пайдасын тигізді, иә. Өйткені бір-біріміздің қателерімізбен жұмыс істей бастадық. Ол өзінің қатесімен, мен өзімнің қатесімен, жаңа қызғаныш деген нәрсе, оның бәрін мен уже бастым өз-өзіме, дұрыс емес екенін түсіндім деген сияқты ғой. Және де ең басты нәрсе, ең басты қателігім жан-жақтағы адамдардың бәріне жаңағы көмек сұрап кеттім ғой, совет сұрап кеттім да. Ол дұрыс емес екенін түсіндім, және де осы нәрсенің бәрін болып жатқанын себепшісінен мен көмек сұрамаған екенмін да. Ол Алладан сұрамаған екенмін да. Өйткені сол соңғы эфирда ұрысқаннан кейін, татуласып, үйге барғаннан кейін мен 3 күн қатарынан үйде ұйықтайтын кезде сүре оқып ұйықтадым да. Сол кезде түсіме менің бұл кісімен түсіме жақсы болып кірді да, всегда. Тұрмысқа шығып атқан сияқты, сондай бір түстермен кірді да. Және де менің 2 құрбым дәл сол түсті көрген. Мәссаған. Дәл сондай түсті көрген, мен өзім таң қалдым. Шыны керек, бәрі жақсы жағынан өзгеріп жатыр, иә. Қуаныштымын сіздер үшін, және ең маңыздысы мынаны айтыңыздаршы, өзара бір сөйлесіп, ашылып, сырласып жатырсыздар ма? Иә, вот сол нәрсе бізде диалог бар ма араларыңызда? Қыз бен жігіттің арасындағы сөйлесу, әңгімелесу, сұхбаттасу. Сол осы уақытқа дейін айтып келдім ғой, сол нәрсе бізге жетіспейді. Маған единственный жетіспеген нәрсе сол болатын. Вот сол нәрсе екеуміздің ортамызда қалай пайда болды, содан кейін біздің ара қатынасымыз былай түзелді, иә. Және сурет видеоны бірінші көріп алайық, одан кейін Ақтөрені тыңдаймыз. Әдемі. Ақтөре, енді өзіңізді тыңдасақ. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қырғыз елі, Өзбекстан, Қарақалпақстан. Ұмытқан жоқпын сіздерді. Және де, Диана ханым, мен ауылға барып келдім. Демалыс жақсы болды, негізі ауылға барып. Жүңкі тәте еш жидыртқан сияқты ғой. Ауылға бардым. Мамамен жаңа сыйлықтарды апарып берді. Риза болып қалды да. Қуанып қалды ма? Өзімнің сыйлықтарын беріп, меруерттен деген кезде өздері шок болып қалды. Қойшы, меруерттен ба деп. Сосын әпкеме де апарып бердім. Қашан кетесің, енді айтып қой, бізден дайындап қойық деген сағандаймын. Енді көресіңдер, кәдімгідей қобалжып кеткен ғой. Қобалжымасаңдар, бірдеңе берсеңдер де, құрт берсеңдер де жетеді ғой десем. Туған әпкем осы көйлекті алып қойыпты. Одан мамам бір тағатын тақпапты енді оны. Тақты ғой? Тақты ма? Болды. Тағыпты. Жұмка тағыпты. Сосын және де айта кетейші осында. Жұмка демекші, ауылға барып сторис түсіріп, Жұмка деп сағындым ғой сен деп не істесем, ойбай, дайрект деген прям сразу 100 сообщение келді. Сен неге мамаңды анашым деп айтпайсың, неге Жұмка деп айтасың дейді. Неге? Мен үйдің кенжесі болып өскенмін ғой негізі. Әбден еркелеп өстіңіз. Еркелегенде онда ерке емеспін, таяқ жеп те өстік қой, Диана ханым, мектепте не обязательно күніне 10 рет кіретін директорскийге. Ол мен таяқ жеп те өстім, не білмеймін. Бір мамаммен, папаммен мынандай сөйлессем, іштегі сырымды сақтамай, конкретно айтамын да осылай маманау мынандай не істеймін деген сияқты, папанау мынандай деген сияқты. Болды, содан бізде свободный общение да, содан біз солай Жұмка деп, Жұмка қойшы деп қоясың, сол ғой. Содан бір не істеймін, атак негізі анашым деп сыйлаймыз ғой, анашым ауырған кезде қасынан табылып, бірдеңе болып қалса, барлығын істейміз Диана ханым. Сол ауылға бардым, ауылда сол меруерт қалай соны сұрап, сосын бір досыммен барғам, қасымда жүретін досыммен барғам, сөйтіп мен даладан кіріп қалсам, тамақ ішіп отыр екен, кірсейші, сөйтсем жаңағындай тойдың мәселесін ақылдасып отыр да, жаңағында малдарды сатамыз ба бір бәле деген сияқты.
сонымен ей не болып қалды десем, сонымен папам айтады, ей бұл малды сонда не үшін жинадық, егер сен тойыңа сатпасақ дейді да. Сонымен мен айтам, ей мал сатпай-ақ үйленеміз ғой, Аллаға шүкір, Диана ханым, мал сатылатын кезде сатылады. Сосын және де мамам алдында звондап еді ғой осы жерге, сіздер келіңіздер деп. Соған ұялып жүрді, мамам, мен негізі осы апта баруым керек еді, ұят болды ғой деп. Мамам кішкене мектепте жұмыс істегеннен қазір мектепте жаңағындай бір жаздық кетер кезде жөндеу жұмыстар өтеді, өзі мұғалімдер түсінеді, өздері кім индиралар білетін шығар. Сондай жұмыстар жүрді, и сосын кішкене тамағы кішкене ана аллергиядан кішкене көп жөтеледі да, сол ұялам дейді да, мына жаққа шығып кішкене алдында келген кезде бір жөтеліп қалып еді ғой, соны ұялады да, соны кішкене басып алайыншы, кішкене ұят болмаса Диана айтсаң дейді да. Содан сіздерге жаңағында құрт мұрт бәрін беріп жіберген сол ғой, кішкене бірінші сыйлығым келсін, одан кейін мен барамын, күтіңіздер деп. Жаңа күлшелі бала, сүйкімді бала болып тұрық қой жаңағым. Сол бізде содайым ауылға барып дым көрмегенде атқа міндім, обедтен кешке дейін міндім, одан мотоцикл айдадым, шомылдым, түйеге міндім, сонымен ташқа айдап тікен кірді, ол тікенді әпкем алып берді, короче. Сонымен сөйтіп Алматыға келем. Біз неге жаңа ұзатуға баруымыз керек еді негізі. Соған ертерек келдім да, азанда 8-де келдік. Бір жамалдың ұзату. Таң азанда. И обедте тұрсам тұрамаймын ғой, жаңағым бел деген короче ұстап қалған ғой. Бел ма, бүйрек па білмеймін, осы жақ. Тұрсам тұрамаймын, меруерт что-то бармайсың ба дейді, бара алмаймын дедім. Сонымен массажға бардым, неге бардым, болмады. Содан әлем деп жүр, мен қазір жақсы болып қалдым, Диана ханым. Қазір деген өзім укол 3 күн болды укол салып жүргеніне. Сол жер ұнады, маған мені уайымдап кәдімгі укол салып. Қолынан келмейтін іс жоқ екен ғой. Содан кездесу кәдімгі постоянно кеше кездесіп, тағы бүйтпейді, біреудің заттарын апарып бердік па түсінбедім. Шынаны ұстап бар ғой, біреудің затын алып алғанда Айдалаға барып алғанымызда тұрды, ананың звонса, қазір келем дейді да, 5 минут. Ол кім? Подругасы ғой. Менің құрбым келген. Одашы айтайын. Бүйтеді да, қазір деймін да, отырғы 10 минут, 15 минут болды. Қазір дедім, қазір 15 минут өтсе дедім, заттарын тастаймын да, осы жерде қаласың деймін да, сол адаммен. Сен қашанға өзіңді ойламайсың деймін да. Сөйтіп, неге ол өзі алып кетпейді деп жындандым да, жаңағым шыны керек, күтіп отырық жынды адам болса Айдала. Сонымен отырық 4 минут қалғанда келсе бүйтеді, жақсы болды ғой дейді. 4 минут келген кезде бердік, сонымен үйіне апарып тастадым. Алдында тамақтан кейін бұл негізі. Содан общение ұстап үйіне қайтты. Қысқасы қазір ұрыс керіс деген азайды, бір-бірлеріңізді түсінесіздер, барлығы жақсы. Меруерт? Өте керемет, барлығы жақсы. Ренжітіп жүрген жоқ па? Жоқ, ренжітіп жүрген жоқ. Сізді ше? Ақтөре? Ренжітсе айтыңыз. Жұмка тәтеге бір қоңырау шалып жібереміз де? Ренжітіп жүрген жоқ, енді жаңағындай бір андай ситуациялар болып қалады, енді бір енді айтыпты енді бір енді айтайын, енді айта салайыншы. Ал бастадыңыз ғой, айтыңыз. Енді осы жерде бір қыз айтқан екен, енді бір қыздың подругасы дей ма, типа Меруерт сені эфир біткеннен кейін тастап кетемін деп айтқан, ол қызға, короче, сондай бірдеңе айтқан да. Мен ол қыз кім десем, айтпайды да маған. Ол осы жерде отырған қыз ба? Енді осы жерде отырған қыздың подругасы через 33 ғой Диана ханым. Білмейміз ғой кім екенін оны. Бірақ кім екенін айтпапты. Сол әңгімен ол маған бүйтеді басында, сен кімге не айтып жүрсің дейді да, маған келіп интрига ұстап жатыр да, маған айтамын да, не айтыппын деймін да. Конкретно айтсай десем, мен нақты біліп алайын, содан мен саған көзім жетсін, мен саған айтамын дейді да. Ондай болса не үшін айттың деймін да, көзің жеткізіп алғанын айтсайшы. Соған жыным ұстап қалды просто. Содан барып қазір кішкене не болды десем, болды, мен нормально бәрі анау мынау дейді. Ол кездің өзінде де мен саған ренжіп айтқан жоқпын ғой, өйткені мен мәселенің ақ қарасын біліп тұрған жоқпын. Мүмкін араға бір от салу мақсатында айтқан шығар ол қыздар деген сияқты бір ой болды да менде. Сол себепті де мен болған нормально, бұл қатты ашуланып кетті. Сосын мен не үшін ашуланып тұрсың, мен саған қазір бір агрессиямен айтып жатқан жоқпын, мен түсініп тұрмын дедім. Енді маған дейін болған нәрсе шығар дедім. Мен шынымен деп. Бірақ сен өзің мойындап қойдың ғой, қайсы қызға айтып едің деген сияқты. Сен өзің де мен жыныма тидің ғой обратно. Жоқ, қайсы қызға айтып едім дегенде, мен қайсы қызға айтып едім деген жоқпын. Мен айтсам, мен ондай нәрсе айтпағанын біліп тұрмын да, Диана ханым. Меруертті что эфир біткен тастап кетем деп. Ондай әңгіме айтқан жоқпын. Егер де мен өйтіп тастайтын повод іздесем, өткенде болды ғой өзі бір деп қойшы болды деп тоқтата салатын едім, одан ешкімнен қорықпайсың, дұрыс па? Сол кезде тоқтата салатын едім, ондай әңгіме айтқан жоқпын десем, бір бөле ол қыз деп. Ол сізге жеткізген қыз жобада отыр ма, студияда? Иә, осында. Бірақ ол қызға мен сенемін. Ол қыздың құрбысы жеткізген ғой ол әңгімені. Кімге жеткізген? Сол қызға. Осы жерде отырған қызға. Просто мен атын айтпай қояйын, Диана ханым. Просто ол да ортада жаңағындай естіп қалған адам ғой, маған бір жаны ашып айтқан. Мен ол қызға да ренжімеймін, потому что
осы жерде тағы қазір айтылмайтын бір әңгімелер бар да. Сол себепті де артық болып кетеді деп ойлаймын. Самое главное, екеуміз ортамызда бәрі жақсы. Мен сенем. Диана ханым, атын айтсыншы, әйтпесе мынаяқтағылардың бәрі Гүлназым ба деп. Жоқ, Гүлназым емес. Гүлназым емес, құрсын. Гүлназым емес. Жоқ, Меруерт, кешірші, бірақ өйстіп айтып аласыңдар, біреу айтты деп айт енді баста. Жоқ, Дарья ханым, мен айтайын, мен қазір айтып тұрған жоқпын, арамызға ол қыз от салып жатыр деп айтып тұрған жоқпын. Мен айтып тұрмын, бізде бәрі жақсы, және де ол қыз маған бір арам оймен айтқан жоқ. Тоташ, мен айтасың, былай айтылған ғой, оған подружкасы айтқан, сосын бұл жақта кісі айтқанда, что там сенде нормальный ма бәрі? Тоқтаса, тыңдасай, Дарья, тыңдаш. Бәрі нормальный ма, сен Ақтөре екеуің қалай отношениелерің деген болды. Дәл жаңағыдай әңгіме ортаға түсіп, таста Ақтөрені, Ақтөре бүйтіп жүр екен деген әңгіме болған жоқ. Егер де сондай әңгіме болса, мен айтатын едім да, Олжан, сіз Дарья ханым, главный сіз емессіз ғой. Жоқ, главный өз іштері біліп отыр. Мен айтып алайыншы, просто осылай Меруерт мынандай ой тудырады да, бәлкім сен ойдан шығарып алған шығарсың, қайдан білеміз. Әдейі Ақтөреге осылай типа тексеру үшін. Мен білмейміз ғой. Главное, Ақтөре өзі біледі, Ақтөреге айттым. Жоқ, енді зачем айтасың оны? Ақтөре ол қыздың атын біледі, Дарья ханым. Бізде жарнамадан кейін мүмкін ол кісі өзі мойындап ортаға шығатын шығар. Осының барлығын айтып жүрген менмін деп жарнамадан кейін көреміз. Жарнамадан Абылаймен бірге оралдық. Абылайда сыйлық бар. Бұл сыйлық кешек емес. Бұл сыйлық Айдан аға. Кешек емес дейді. Айдан аға? О! Хатында барлығы жазылған. Кімнен екені? Ой, Асылбектен деп. Айдан аға біреуден хат бар дейді. Хатын көрейік. Айданның бойымен бірде екен тіпті. Хатын оқи. Хорошего дня, Айдана. Кезекті мырза дейсіздер ғой, е? Диана ханым, негізі бар ғой, маған бір күн бұрын, получается, бірсі күні ма? Алдыңғы күн. Алдыңғы күні, иә, бірсі күні, келесі күн ғой, иә. Кешірім сұраймын. Рахмет, бірақ та маған тоже бір курьер звондады да, Диана ханым, менде вообще заглушка не сохраненных номеров заглушка тұрады да телефонымда, бірақ та сосын маған сообщение жазып жіберіпті. Курьер, доставка цветов деп. Я сосын мен оған хабарластым да, алло, от кого деп сұрап едім, ол айтты да, тек қана үйдің номерін біледі да, бірақ астыға түсіп, сыйлығыңызды алып кеттіңіз деді. Дәл сол хатта я буду тебя радовать каждый день деп, деп жазылған. И және кеше де Диана ханым, мен құрбыммен кездескен жерде, получается, мен инстаграм парақшамда белгілеген болатынмын. Қай жерде отырғанымды, және де сол жаққа да гүл шоқтары келген болатын. Дәл осы Демек, тағы да бір мырзаны студияда тағатсыздана күтеміз. Енді сіздің есіміңіз әйтеуір Азат емес шығар деп үміттенеміз, е? Әйтеуір келіңізші, Айдананың үміткері жоқ, басы бос, гүл шоқтарын жіберіп жатыр екенсіз. Бүгін қонжық келіп жатыр. Ақтөре? Сол... Жалпы негізі бұл әңгімені бір дұрыстап түсіндіріп берейінші, түсінбей отқан шығарсыздар көптеріңіз. Қазір күте тұрыңыздар. Қосылайық премиясын бүгін тағы да естеріңізге салайық, және тағы да бір жаңа номинация экранға назар салыңыздар. Ақтөре мен Меруерт жаңағы әңгіме, енді осы жерде отыр екен дейді ол. Түсінікті болу үшін жалпы айта кетейін, қалай болғанын. Негізі сол осы жерде отырған қатысушы арумен бірге екеуміз бір нәрсеге дайындалып жатқанбыз. Ол нәрсе құпия, әзірге не нәрсеге дайындалып жүргеніміз. Сіздер қарсы болмасаңыздар, кешірім сұрай отырып, сырласу бөлмесінен шығуға асығып отырған Мөлдір мырза мен Азат мырзаны шақырайық. Мөлдір ханым, кешірім сұрайық. Мырзалар әбден мені шатастырды. Таныстық жалғасама жоқ па, өздерінен сұрайық. Сіздерде таныстық, Мөлдір, Азат мырза? Енді Азат мырза осы жерге өзінің ер азамат екенін дәлелдеп келді ғой енді. Кешегі менің сөздерім шамыма тиіп кеткен екен жаңағыдай. Әйелі бар кісі болуы мүмкін деген сияқты. Енді таныстық Диана ханым жалғаспайды.
тоқтайды. тоқтайды. Иә. Келгеніңізге көп рахмет. Болашақ жарыңызды тауып кетуіңізге тілектеспін. Және себебі таныстықты тоқтатуыңыздың? Себебі енді 3 апта болмайтындығы немесе апта жас айырмашылығы? Жас айырмашылығы бар. 3 апта болмайды деген емес мәселе. Менің адамым емес. Мен сразу. Бірден сездіңіз. Азат мырза, көп рахмет келіп, дәлелдеп, өзіңіздің бар екеніңізді көрсетіп кеткеніңізге. Нағыз ер азамат, сіз сау болыңыз, аман болыңыз. Сөйтіп, Меруерт бір нәрсеге дайындалып жүр екен. Сол дайындық барысында осы әңгіменің барлығын біліп қойдыңыз, солай ма? Иә, сол кезде әңгіме болып кетті енді арамызда. Сосын мен айттым, бізде қазір бәрі жақсы деген сияқты ара қатынас жайлы әңгіме болған кезде мен айттым, Ақтөреге сенемін дедім, оның адалдығына деген сияқты. Ол кісі сенбе деді. Жоқ, сенбе деген жоқ, ол просто айтты. Жоқ, шынымен де онда арамай салған жоқ, просто сұрады, сен шынымен деп сенесің ба деді. Сосын мен айттым, иә деп едім. Бірақ мен саған қазір бір нәрсе айтайын, айтқым келмей жүрген, бірақ мүмкін бір себеп көзіңнің ашылуына себеп болып қалатын шығар. Мүмкін мен бұл әңгіменің рас өтірігін тоже білмеймін, бірақ айтуды жөн көріп тұрмын деді. Сонымен айтты, менің құрбым, ол қыз жаңағы Ақтөремен сөйлесіп жүрген қыз. Сөйлесіп жүрген, е? Иә, сөйтіп айтты маған, сөйлесіп жүрген қыз. Ол осы жерде қатысушының құрбысының құрбысы ғой, былай айтқан кезде. Олар бір жерде әңгіме етіп отырады, сосын айтады, сенің осы подругаң мына жобада отыр екен ғой. Мен сол жобадағы бір жігітпен сөйлесемін деп айтады. Ол кім деп сұраған кезде Ақтөренің есімін айтады. Ол маған мен сол жігітпен сөйлесіп жүрмін, ол Меруертпен өтірік жүріп жүр. Және де біз екеуміз часто кездесіп тұрамыз. Он ухаживает за мной деп сөйтіп ана қыз айтады. Және де ол маған айтты, қазір жоба бітуге аздаған айлар қалды. И ол айтты, жоба біткеннен кейін мен Меруертпен ара қатынасты тоқтатамын деп айтты деді. Сонымен енді мен бұл кісінің жаңағы ойын, шынайылығын осы уақытқа дейін көріп жүрмін ғой. Енді ата-анасын ортаға салып бір төмен түсіретін жігіттердің қатарынан емес та, ата-анамен ойнайтын жігіттердің қатарынан болмағандықтан мен ақылға салып, ол жерде жаңағындай ашуға мінбей, бірден сол нәрсе ойыма түсті да, мен оны түсіндім, что өтірік нәрсе екенін. Шын болса да, маған дейін болған шығар деп ойладым. Сосын келіп сол нәрсені өзінен сұрадым. Сосын бұл кісі қатты ашуға мініп кетті. Мен онда ашумен сұраған жоқпын, жай ғана бүйтіп күліп әзілдесіп сұраған едім, бірден ашуға мініп, я саған егер сен сырттағы адамдардың сөзіне сенетін болсаң деп айт, кім, жүздесейік, кездесейік, беттесейік деген әңгімелер болды да, қатты ашуланып кетті. Сосын мен қой құрсын, ашуланба, мен саған сеніп тұрмын ғой ең бастысы. Онда араға түскісі келетін адамдар әлі алда 1000 адам болады дедім да. Мен сенбеймін деп айттым. Енді Меруерт мынандай нәрсе ғой, қазір сен осы жерде бір қатысушы қызды сен меңзеп отырсың да, бірақ енді бұл жерде қазір бәрі ыңғайсызданып отыр. Қазір қайсысына микрофон берсе де мойындамайды. Жоқ, мен емес. Лучше ақылы келе, Ақтөре сен де білесің қазір, ол қыз танып отырсың, біліп отырсың, сен де біліп отырсың қай қыз екенін. Лучше мойындап, ол қыздың ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Мүмкін ақты, қараны қара деп өз мойындайсың. Жоқ, ол қызды білгеннен не пайда саған, айтшы. Ештеңе. Жоқ, енді қазір халыққа күдік салып тастадыңдар өзі. Жоқ, күдік болғанда ол қыз мен айтып тұрмын. Ол қыз жамандады, ол қыз бізді айырайын деді деген жоқпыз ғой. Бұл жерде бұл қыз сәлемдеме жолдап тұр да, ана жақтан айтқыз жүрген, просто нормально ма деген болды, нормально деген болды. Жоқ, бұл жерде сол қызға бәріміз айтайық дегеніміз ғой, подругаң айт, тыныш жүрсін, Ақтөрен жаман демесін, екі жасы бұзбайық деген нәрсе тағы сөйтіп. Ондай әңгімелер ертең үйленген кезде де болуы мүмкін. Барлық нәрсеге дайын болу керек бұл өмірде. Сол үшін жақсы жағынан қабылдадық, болды. Енді мынандай нәрсе ғой, қазір осындай керемет әдемі жұп болып жатқаннан кейін сырт көз елдердің болмаса көп қыздардың мүмкін сен ұнататын қыздардың кішкене бір саған бір шалыс жасауы мүмкін да, бір жағынан о жағынан Меруерт саған айтайын, сен көп сынба ондай нәрсе, өте дұрыс жасап жатсың, ол нәрсе көп сене берме. Ақтөре енді былай қарап отқанда енді өзінің ата-анасымен таныстырып отыр. Кешегі алыс беріс жағы сыйлықтар бар. Оның өзі деген кәдімгі үлкен өмірге деген үлкен қадам. Мен соған риза отырмын. Сондықтан аралығына түскен нәрселерге сабырлықпен, осындай сен кішкене өзі керемет мінезіңмен жеңіп кетсең өте жақсы еме боласыңдар. Жалпы негізі бұл кісіге сенімнің тағы бір себептері бар, неге екенін айтайын. Қазір мүмкін кейбір қыздар ойлап отқан шығар, сен көзің байланып қалған, мүмкін ол шын шығар деген сияқты бір ой болуы мүмкін ғой. Сол себепті де айтқым келеді, осы жерде Хамон үміткері бар ғой,
Ақнұр? Иә. Сонымен өткенде бірге тамақ ішкенбіз, тамақтанып отқан кезде тоже айтады да, екеуің күшті жарасасыңдар. Сен жоқ кезде сен сыртынан Ақтөре үнемі сені аузынан тастамайды дейді да. Біз жеке бір кездесіп қалған кезіміз болған дейді да. Сендер мен меруертім сияқты болмайсыңдар деген сияқты әңгімелер болған екен араларында ше. Содан кейін мен бұл кісіге сенімдімін. Дұрыс, күшті. Иә, негізі бұл әңгімені вообще егер қатысушы сол әңгімені айтқан болса, онда бізге қызығырақ болатын еді да. Кім айтқаны ше? Ал жаңағы енді 45 адамнан кейін жетіп тұрғаннан кейін қызық емес деп ойлаймын. Просто мына Ақтөрені көріп қазір есіме түсіп отыр кішігірім. Кеше біз ана тойдан шықтық қой. Содан кейін барып бір кешке қарай бір тамақ ішетін жерге бардық. Хұршет, Нұржамал, Айжан төртеуміз. Сол кезде Хұршет айтады да, сен берген браслетіңді қайтадан өзіңе қайтара салайын ба дейді да. Мен айтамын, жоқ, не үшін деймін ғой, мен саған сыйлыққа бердім, и саған тағылады ол зат. Сөйтсем айтады, мына жақта бізде қатысушылар бар, что ақшаларын қайтадан қайтып алып жатқан дейді да. Эфирден кейін. Беташарда енді қомақты қаржы салғандар өзі санаулы ғой, солардың, по-моему, қайтадан қайтарып алып жатты ақшаларын. Бірақ енді мен бұл нәрсе халықты алдады ма, или бізді алдады ма, о жағын мен білмедім. Бұл іс-әрекет, жай ғана бұл іс-әрекет күйінде қалмайды. Бұл өйткені осыған дейін қосылайықта болған беташарлардағы ақша атыстарды бір халыққа деген күмән деп ойлаймын. Бұл шынайы болған жоқ па не деген сияқты. Сонда болған дейін болған ақша атыстардың барлығы. Жоқ, былай айта кетейік енді ол. Ол тікелей Ақтөреге қатысты ғой жаңағы. Ханым, иә, ол бізге Ақтөре қатысты. бар, Мөлдірі бар. Негізі енді Мөлдір енді 350 мың деп атады жаңағы, бірақ 50 мың берем деді. 300 мың атады. Иә, сөзінде тұрып 50 мың теңгесін қалдырыпты қайта. Қалған Қалған алған. Ал Ақтөре өз жерде енді 310 мың теңге деп бір нәрсе деп айтты, бірақ негізі кешегі эфирде көру бойынша, санау бойынша где-то 255 мың теңге ғана салған, бірақ соның 250 мың теңгесін қайтарып алыпты. Жоқ, 5 мың теңгесі ғана қалған Хұршетке. Жоқ, Нучан Тоташ Хұршетке звондасаң да болады. 25 мың теңге тастадым мен кеше, екі тамадаға берген, бәрі мен ақшам 5 мың теңге тастадым. Бұл жерде нандай қылып неге бүйтіп айтасыңдар? Елді алдаумен, анау мынандай, қылмыс емес, главный беретін бердік, дұрыс па? Бұл жерде қайтадан қайтарып алдық. Тыңдаса енді, тыңда. Бұл жерде ол ситуацияға қазір келеміз. Ол негізі ол Меруерт екеуміз, Мөлдір екеуміздің әңгімеміз, оны тоқта қазір айтамын. Жаңағындай, андай, мұндай деген әңгімеге келтірме сен. Главный бердік қой, дұрыс па? Ниетіміз ол. 1000 теңге беріп атқандар да бар, 2000 теңге беріп атқандар бар. Главный ниет берді. Ал жаңағы ситуацияға келген кезде ол өзімнің негізі жыным ұстағаны просто жаңағы алдынан бері негізі Мөлдір екеуміздің әңгімеміз ғой бұл жерде. Мөлдір маған айтты ғой бір енді, саған қанша ақша берейін, Меруертке көңіл бөлу үшін қанша ақша берейін деді да. И сол кезде менің әке-шешем білесіңдер ме не айтты? Сенде ақша жоқ па не? Сондай ма не деген сияқты қатты намысыма тиіп кетті. Содан кейін мен что Мөлдірге доказать етейін дедім да, что өзімде ақша бар екен. Алдым да, мынаяқтан бір кісіге карточкамды беріп жібердім да, ақшамды алдым да, осылай салдым. Болды, ода тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, жарайды. Мөлдір, Ақтөре, сіздерге бір ғана ортақ сұрақ. Бұның барлығы не мақсатта? Сондай бір мақтаншақ болып көрінгілеріңіз келді ме? Ақшаларыңыздың осылай асып-тасып қалталарыңызға сыймай бара жатқанын көрсеткілеріңіз келді ме? Қазір осының барлығы тағы да бір халыққа еріксіз ой тудырады да, бұның барлығы өтірік. Жобада не болса да, қандай іс-әрекет болса да, барлығы өтірік. Өйткені соңы дәл осындай жалған сөзбен, жалған ақпаратпен кетіп жатыр. Қалай қорықпадыңыздар, ертең біреу біліп қойса, ортаға шығып қалса, масқара ғой 250 мыңын қайтадан қайтарып алып, санаулы ақшасын ғана қалтырды деген. Жоқ, Диана ханым, бұл жерде ондай өтірік емес. Главный тастады. Ол жаңағы жақ, арғы жағы атысатын жақ, ол енді ол өзіміздің пікір, ол ютубта да, инстаграмда да сөйтіп атысып атады, оның бәрі қайтадан алады. Ол типа просто доказали, и все, мен намысымды қорғап шықтым, и все. Бұл жерде ешқандай намыстың қажеті мен байланысы жоқ деп ойлаймын. Жаңа ханым осы жерде айта салайыншы. Мөлдір қыз болып ұялмады, сіз ер азамат болып ұялмадыңыздар. Өздерінше болып, менде ақша көп, жоқ менде ақша көп деп солай жарысқыларыңыз келді. Диана ханым, ақша көп дейтіндей бұл жерде 1 миллион, 2 миллион тастап атқан жоқпыз. Бұл жерде өзіміздің қанша ақталсаң да, сен ситуацияң, сенің жоқ, жарайды, дұрыс емес. Қаншама халық қарап отыр да, сен қаншама халықты алдадың. Типа менің ақшам көп, и Мөлдірдің ақшасы көп деген сияқты. Ал біз оны қазір ортаға шығармасақ, халық солай ойлайтын еді. Ал қазір біз оны ортаға шығару арқылы кімнің қандай шынайы бет-бейнесін ашып отырмыз. Негізі кешеде енді біраз біз сынға ұшырадық қой, сол беташар барысында ақша санадыңыздар, осындай бір аукционға айналдырып жібердіңіздер дегенмен, бірақ бұл жерде мәселе ниетте болды. Шынайы ниеттеріңізбен беру керек едіңіздер, ол мейлі шынайы ниетпен берілген 2000 теңге жақсы, шынайы ниетпен емес берілген
200 мыңнан берілді қарағанда. ғой, шынайы ниетпен берілді Диана ханым, берілді. жоқ ақша ақтөре берілді. айта салайыншы, мына жерде сен айтып отырсың ғой енді намыс әке шеше деп, иә. Просто бұл жерде как будто кешегі Нурка мен Хуршеттің үйленген бір өтірік сияқты қылдырып көрсеттің да бұл жерде. Бір сөзбен бәрі значит жасанды екен ғой, бұлар ақшаларын алып алады, бұлар шыққаннан кейін бүйтеді сөйтеді, значит ойлайды. Жаңа Диана ханым да мына жерде қаншама айтып отыр ғой, мынаны береміз, сен барлығын жоққа шығарып отырсың. Еще мен бірден кейін түсінбеймін да, қалай сен айтасың, главный біз бердік қой деп. Жасандылық жасаудың не қажеті бар? Осы жерде жасандылық бірдеңке болып қалса шырпыр болып студиядан шығып кетіп сен ойбай өтірік айтып жатыр. Диана ханым жасандық қалай сіздер, мен қалай отырамын, өзімді қалай ұстаймын деп айтқан адам, қазір сен соны бар ғой, нормально қылдырып айтасың да. Былай тоқташы, айтайын. Өздерің білесіңдер, қалай айтасыңдар. Главный, мен 25 мың теңге бердім, қалған жарайды, алдық. Диана ханым айтыңызшы. Ода тұрған еште, сен ештеңе кеткен жоқ. Жарайды, онда тұрған еш нәрсе жоқ дейді Ақтөре. Енді неге Мөлдір үнсіз отыр? Мөлдірден сұрайық. Онда тұрған не бар? Диана ханым, мен ұялып отырмын, сөйлейтін бет жоқ. Деп оңай құтыла салам дейсіз ғой бұл жолы. Мына жерде 500 мың жарым теңге салғандар кішкене жандары кіріп нетіп отыр ғой, бізді жақтап жатыр деп. Негізі екеуі де жақсы ақша салды да, екеуін ешкім қолдап тұрған жоқ, бұлардікі расымен де дұрыс емес. Бірақ сонда да енді былай қарап тұрсаң 300 мың теңгені туған бауырың да салмайды ғой негізі. Ақ қарасына келетін кезде даже туған бауырың да салмайды. Бұлар енді өзара жеке бәсекелес болған шығар, енді бұларға да қаттысын айтпай ақ қойық. Диана ханым айтайыншы, Ақтөре ренжімеш, бірақ кішкене ұялып отырмын расында да. Сен үшін кеше сол 310 мың теңгені тастадың ба? Сол жерден алып кетсең, сонда басқаша сөйлесер. Мына жерде сен алдап, зачем? Мен сеніп қалдым расында да. Сен айтқан жоқсың ғой кеп. Жоқ енді. Ят қой, рас керек. Ят нәрсе вообще. Не істейін енді, ұят болса, не істейін енді, өлейін ба енді, осы жерде ақша жайлы айтқан кезде намысым кетті менде. Сендер неге түсінбейсіңдер? Егер шынайы намысқа тірелетін болса, қыздар, жігіттер, ол ақша қайтып алынбайтын еді. Мен үшін намыс ұғымы осындай. Ал ақшаны беріп, оны қайтадан кері сұрау, ол намысқа ешқандай қатысы жоқ, ол ұят мен үшін. Диана ханым, бұлбұлды түсінбей жатырмын. Сіз үшін ұят шығар деп айтып отырсыз ғой, Ақтөре? Иә, мен үшін ұят. Сіз үшін ұят емес, иә? Ер азамат бола тұра сондай әрекетке бару. Қайдасың, мен қазір ана артық тастаған ақшамды алып кетейінші дегендей. Жоқ, Диана ханым, бүйтіп, главный, мен беретін өзімнің сыбағамды бердім, дұрыс па? Егер мен өз сыбағамды бермесем, әңгіме айтуға болатын еді. Бұл жерде негізі Мөлдір екеуміздің әңгімеміз болғаннан кейін, мен просто Мөлдір атсатын болғаннан кейін солай сөйтіп кеттік та, солай кетіп қалды. Ақтөре, сіз вообще дұрыс емес айтып жатсыз. Мына жерде мен өзімнің главный беретінді бердім, болды, қалғанын алып алдым деп жатса, бізде де болды ғой, мысалы, артық ақшамызды алып келіп көрсетіп, қайттан алып алсақ болатын еді. Мына жерде еще Мөлдір де маған жарнама, Гүлназым, кешірім сұраймын. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Қосылайық жобасы кезекті белгі бізде Айдананың қолында. Қонжығы бар Айдана. Сен ойлаймын енді Амырза дейді. Және бізде тағы да кезекті премия, номинация, экранға назар аударыңыздар. Меруерт, Гүлназым сөз сізде қалған еді. Жаңа жанамада келіп енді Ақтөре маған қарай айқайлап отыр да, көрсетші ал, сенде бар ма, бірдеңе дәлелдей ал деген сияқты. Менде бар, бірақ сіздер сияқты артық жоқ та, біреуге бүйтіп лақтырып қайтадан алып алатындай. Ондай просто мына жерде Моляда қазір мен айтқаннан кейін жаңағындай енді бір неме қарсы әдейі айтып жатқан шығарсың деп ойлауым мүмкін, бірақ орным шығар деп ойлап тұрмын да. Өйткені маған осыған дейін де шынайы болу керек, сен өзіңді бір басқаша көрсетесің деген адам еді да. Сол үшін де өзіңіздің шынайылығыңызға қазір сәл ырза болып отырық барлығымыз. Жалпы бұл жерде қоса кетсем бола ма, Меруерт, рұқсат етсең, енді жалпы барлығы сасық көкірек, өтірік намыс болып тұрды бұл жерде. Енді сен Ақтөре сөзіңді айтып жатсың, Мөлдірдің айтқан сөзіне мен намысқа тырыстым дейсің да. Бірақ сол намысқа тырыса отырып, шынайы намыс болып келген шығар мүмкін, бірақ шынайы бағдарламаның тікелей эфирін пайдалана отырып, шынайы емес іс-әрекет жасағаның өте өкінішті деп ойлаймын негізі. Оған ақтаудың ешқандай жөні жоқ. Бұл біріншіден, екіншіден енді түсінікпен қарауға тырысып көрсем де, бірақ білмеймін енді, жаңа Ақтөре сөзінде айтып қалды ғой енді, үйдегілер малды сатып, енді Меруертпен бірге үйленуге кішкене қаржы жинау мақсатында деп. Жоқ, сатпай қой деп. Мүмкін сол малды сатып жіберген ақшасының біразын салып жіберді ме екен, соны қайтару мақсатында сұрады ма екен деген сияқты бір жақсы ойда болды да менде. Бірақ енді ол да мүмкін жатпайтын шығар. Бірақ жалпы алып қарағанда, жалпы
өте үлкен қателік болды. Екеуің де қателіктеріңді дұрыстап мойындап, халықтың алдында, көрермендердің алдында кешірім сұрағандарың дұрыс деп ойлаймын. Диана ханым, мен айтып кетейінші мына жерде енді менің шынайылығыма тиісіп жатыр ғой, бір аяғым шалыс басқан екен осы жерде, бір кішкене ақша тігудің азартына кіріп кетіп өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Сөздің шыны керек, бірақ эфирден шыққан соң уже ішің ашып бастайды ғой енді. Сонда да обещанный 50 мыңымды салдым. Қайтарып алған жоқпын, Диана ханым. Бірақ та маған бір ұнамаған жайт, мен Хуршетке хабарласқан кезде маған айтады да, что там, Моля, может, хотя бы 100 мың теңге тастап кетерсің дейді да маған. Мен түсінген жоқпын сол кезде. Мен мына жерде 50 мың теңгені беріп отырмын, не деген ол жаңағы ашкөздік деймін да, Диана ханым, ашкөздіктен барып айтып жіберген ғой енді мына жерде Нучонға барып деген сияқты. Мен айтқан болатынмын, Хуршет негізі 50 мың теңгені туысыңда ішіп жеп кеткен негізі салмайды. Сол 50 мың теңгеге шүкіршілік етсе деп, ал Ақтөреге келетін болсақ, Ақтөре сен мына жерде сол кім қанша тігеді дегенде Меруерт екеуміздің атымыздан 50 мың теңге деп айтқан болатынсың, бірақ шынына келгенде 5-ақ мың теңге салғансың, ол не қылғаның? Жоқ, бұл жерде айта кетейінші, Моля, мүмкін Хуршетте жаңағыдай сендер қайтарып алғаннан кейін кішкене ашуға тырысып, жаңағыдай кішкене, сен 100 мың тастайсың болмай ма деген сияқты бір тексеру мақсатында, сендерді сынау мақсатында әзілдеп айтты ма екен бәлкім? Әзілдеп айтқан шығар, мүмкін олай деп түсініп көруге де болады да. Просто бұл жерде ұзын сөздің қысқасы екеуің де ортаға шығып, просто міне мен көп тастаймын, міне мен көп тастаймын деген сияқты қылып, ақшаның азартына кіріп кеттіңдер. Барлығы сол. Енді мөлдір сіз осы жерде үнемі біреуді провокацияға шақырған кезде, біреу жобадан шығып кететін кезде айтасыз ғой, Диана ханым, мен шынайымын, менің шынайлығым осындай, менің жазығым қандай деп. Ал кешегі шынайлық қайда, мөлдір? Енді мен кішкене бір шалыс басып қалғанда барлығы менің бетіме басып жатырсыз дейсіз. Сіздер кеше білдіңіздер ғой, осылай болса артынша ақшаны қайтарып алсақ кішкене Хуршеттен бір ұят болады ау деген ой сіздерді мазаламады да. Ал Хуршеттің осы бір айтқан пікірі, мүмкін әзілі, жарайды, мүмкін шынайы сөзі сіздерге қатты тиіп кетеді екен, иә? Жоқ, сосын бірден айта салсам бола ма? Күні кеше Мөлдір мен қасымда отты ғой. Сол сөйтіп отырсаң, Мөлдір өзің негізі айтып түсіндіре кетсең дұрысырақ болады еді. Халықты кішкене камераға түсіп қалған жағдайда дұрыс түсінбеген екенде өзің айт. Диана ханым, енді сіз айтып жатырсыз, сізбен толықтай келсем, менікі дұрыс емес. Ол қазір мен ақталатында менде ешқандай аргумент жоқ, өз-өзімді ақтап алатында. Ал ержігіт мысалға кеше мен мына жерде отырдым да, қолымда енді 300 мың наличные прям болды да. И камера, жан-жақта енді бірнеше камера бар ғой, қатысушылар бар деген сияқты. Қатысушыларға көрсеткім келген жоқ, ақша санап отырғанымды, и камераға түсіп қалғым келген жоқ та. 300 мыңды 50 мыңдықтап бөліп, қазір ойнаймыз деп бөліп отырғанмын негізі. И сол моментте мен қобалжып, санай алмай қайта-қайта шатасып отырдым да, и маған ержігіт қарады да, Мөлдір қобалжымасай, спокойно отыра берсей деген сияқты айтып жатты да. И сол кезде ержігітке айтқан болатынмын енді. Ержігіт, пожалуйста, көмектесесің ба маған мына ақшаның бір жартысын ұстай тұршы, мен мынаны санай алмай жатырмын деп қолым дірілдеп отқан. И сол моментті прям камераға түсіп қалғанбызда, и халық тарапынан да, мына жерде кейбір адамдардың тарапынан да ержігітке там Молядан кешегі алған ақшаңды тіктің ба мына жерге деген сияқты өте ұят пікірлер келіп жатыр да. Бұл жерде маған, мен ержігіттің өзінен де бірнеше рет кешірім сұраған болатынмын. Енді менің ойыма келмепті, именно сол момент прям түсіп қалады да, ержігітті подставить етем деп. Негізі ол ер азаматтың тарапына өте ауыр пікір деп ойлаймын. Қыз баласынан ақша алып тойға тігіп отыр деген сияқты. Ержігіттің өзі тойға шығып жүр, бір шама ақшасы бар, нормальный жігіт қой, ол бір қыздардан ақша сұрайды деген ойда емеспін. Диана ханым, айтсам бола ма? Меруерт. Жалпы негізі жаңағы мына жерде кейбір қатысушылар айтып жатыр да, бұндай нәрсені салып қайтадан алу керек екен, білген кезде біз де соны істейтін едік қой деген сияқты айтып жатсыздар ғой. Егер енді басы жеткендер істеді солайынан, бірақ ертесіне жазаларын алып жатыр деген сияқты ғой, олай айтудың қажеті жоқ. Және де екіншіден айтатын нәрсе, егер де бұл нәрсе құпия болып қалу керек болатын болса, Ақтөре Хуршетке барып жігітше сөйлесетін еді. Алдында мен осылай намысымды Моля түсірді, Хуршет жігітше осылай ақшаны қайтып алайыншы, бірақ сен ешкімге айтпашы деп Хуршетке айтуына болатын еді. Бірақ Ақтөре білді бұл әңгіме бүгін шығатын, және де бүгін таңертең қатысушылардың жартысы даже білді, что ақшаны қайтарып алған, ол өзі айтып жүрді. Мен ақшаны қайтарып алдым деген сияқты. Жоқ, сіз қазір қалай ақтап жатырсыз? Жоқ, мен ақтап жатқан жоқпын. Диана ханым, бұл дұрыс деп жатқан жоқпын. Мына жерде кейбір қатысушылар жоқ, Ақтөре намысқа тырысса, Хуршетпен жігітше сөйлесіп, Хуршет ешкімге айтпашы деп барып сөйлесіп қайтады. Болды. Кішкене бір менің қисыныма сыймай қалды. Диана ханым, қорғау мәселесін айтып жатқан шығар, енді жарты жобым болған. Негізі бұл әңгіме ят болды, негізі бұл әңгімені негізі тоқатер жетті деп ойлаймын да. Біз Мөлдір екеуміздің әңгімеміз ғой, негізі бұлшы. Екеуміз басынан бастадық, ерексіп бастадық, жаңағы анау, мынау, мынаяқтан шығып кетем, ашуланып кетем.
негізі әңгімен бар, шыны керек. Азанда да мамам жазды да вообще ұрыспашы қыздармен, анамен бүйтпеші сөйтпеші дейді да. Негізі мөлдір екеуміз негізі басынан бастаған кезде күшті сөйлестік, өзің білесің, барлығы біледі, күшті сөйлесіп, бір каким-то образым ана жерде мен сториске түсіп қалдық қой, жаңа бірдеңені айтып қалдым да. Енді содан басталды, содан бітпейді ғой жаңағы. Міне келсем мөлдір не айтады екен деп күтіп отырамын, шыны керек. Мөлдір де сөйтіп отырды, өткенде де жаңағындай шыққан кезде той болатын күні мөлдірден бір жақсы сөз естідім да, давай ұрыспай қойық деген кезде маған да жаңағы приятно болды да. Давай ұрыспай қойық деді да, тойға деді. Сосын мен ұрыспай қойық, одан да өтірік ақшамен атсайық. Жоқ. Ондай болған жоқ. Айтып бітіре салайыншы сонымен. Сол кезде мысалы өзім бастадым, одан мөлдір де қайтпайды, мен де қайтпаймын. Міне аяғы міне ят болып отырық қой, екеуміз де ят болып отырық негізі. Диана ханым, аяғында ақша. Тоқташы, айта салайыншы, өтініш, кім сіздерден. Міне аяғы осындайға келді. Жарайды, ят болды. Біз енді кешірім сұраймыз. Диана ханым, сіздерден редакциядан міне бүт халықтан кешірім сұраймыз. Мынау ойнаймыз деп ойыннан өрт шықты дейді ғой. Өрт шықты. Сол үшін міне енді осы өртпен бітсе екен деп ойлаймын. Мен өртпен бітсе екен дейсіз. Өртпен бітпеу үшін сіздер Хуршеттен дәл қазір сіз де мөлдір сіз де өзіңіздің ашкөз деп айтқан сөзіңіз үшін кешірім сұрау керексіздер деп ойлаймын. Хуршет пен Нұржамалдан өзіміздің Диана ханым айтып отыр, 5 мың жоқ 25 мың теңге тамадаларға мен өз ақшамды бердім. Енді оны есептемей қойсын, өзім бердім. Кешірім сұраймын. Және де мен осы кезде мөлдірден Диана ханым осы уақытқа дейін бұл әңгіме мен ұрысқан қаламаймын дальше. Мөлдірден шын жүректен кешірім сұраймын. Осы уақытқа дейін мысалы айтылған нәрселер болсын, ашуландық та, не болдық та, шаршап кеттім шыны керек. Шаршадым ұрыстан. Сөйтіп, мөлдір сенен кешірім сұраймын. Мөлдір? Диана ханым, енді қалай айтсам екен, Ақтөремен мына әңгіме болып жатыр ғой. Негізі, мен кеше келіп айтқан болатын, негізі той болып жатыр ғой, уже. Мен де уже сен де ұрысып болдың, мен де ұрысып болдым, уже ашуым тарқады, эмоция кетті, уже басқаша көзбен қарай бастадым да бүкіл ситуацияға. Айтқан болатынмын, негізі мен де сенің Ақтөре мысалға ер азамат ретінде мына жерде намысын таптаған болатынмын, сол үшін мен де сенен кешірім сұраймын, ал Хуршеттен Диана ханым кешірім сұрамаймын. Сұрамайсыз, неге? Өздеріңіз Хуршет пен Нұржамалдың беташарының шырқын бұзады екенсіздер ойындарыңызбен, әзілдеріңізбен, білмеймін енді ақша атысуларыңызбен, одан кейін Хуршетті ашкөз деп айтасыздар, өздеріңіз ақшаларыңызды алып алғандарыңызға қарамастан. Ол дұрыс па? Менікі дұрыс емес, халықтың алдында, сіздердің алдыңызда енді, бірақ соның өзінде де Хуршетпен кешірім сұрамаймын. Тікелей байланыста бізде Хуршеттің өзі, көп ұзамай қайтадан тікелей эфирде Хуршеттің дауысын естиміз. Қайырлы күн, Хуршет. Саламатсыз, Диана ханым, қалыңыз қалай? Аманбыз, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, Алла деп. Жаңа прямой эфир көріп отырмын да енді. Мөлдірдің айтқан сөзі жалпы отбасымызға ауыр тиіп кетті. Менің тарапыма ашкөз дегені. Енді өз жоқтың көз жоқ олай айтуға да болмайды негізі. Бірақ енді мен айтқаным сен кеше 100 мың теңге тастап кетпейсің ба деп, бірақ әділ ретінде болған, оны видеоға да түсіргенмін, чтобы кейін осындай әңгіме шығып кеткеннен бетіне басып көрсетеміз деп. Мойла оны өзің де білесің, кеше күліп бізбен ойнап переписка жазған, қазір мына жерге дым болмағандай кеп, ашкөз деп сырттан жамандаған мүлдем дұрыс болмады. Жалпы беташардың шырқын бұзған өздерің еще кешірім сұрамайын деп жатыр. Кешірім сұрамай қойыңыздар, бірақ біреудің беташарымен, тағдырымен өйтіп ойнамай қойғандар. Хуршет, кем дегенде Ақтөре сізден кешірім сұрады? Жоқ, жаңа мөлдірдің айтқан сөзіне мен жыным келіп отыр да, бұл жерде ашкөз деп біреудің отбасы туралы айтуына білмеймін енді. Диана ханым, мен айтып кетейінші мына жерде. Ешқандай да отбасыңа тіл тигізіп жатқан жоқпын, Хуршет, мен сенің өзіңе тікелей айтып жатырмын. Негізі мынандай әңгіме болғанда, Диана ханым, енді сөздің шыны керек, барлық зат ашылып жатыр ғой. Кеше беташар басталмай тұрып, мен Хуршеттің өзіне барып келіскен болатынмын, осылай да осылай жасаймын, қалған ақшаны қайтарасың деген сияқты. Давай деген енді. Ол біріншіден, екіншіден Диана ханым кеше видео түсіріп алдық, бетіне басып көрсететіндей деген мағынада емес. Негізі мен кеше өте көп жұмыстарым болды да, кешкісін маған жаңағы счетыма ақша келген болатын. 250 деген бағаны көрдім да, жүре бердім. 2-3 сағат өткеннен кейін қайтадан жаңа счетыма кіріп қарасам 250 теңге жіберген екен. Сосын мен звондадым, Хуршет, бұл не қылғаның, что за прикол деп сұраған болатынмын. Сөйтсем жаңағыдай сыртынан Нұрка күйеу күліп, мені жаңағыдай қашан байқайды,
жаңағыдай бір пранк сияқты қылып, бір прикол сияқты қылып жасаған екен да, бірақ мен енді түсінген болатынмын енді прикол екенін. Жаңа ханым, жаңа мөлдір айтып жатыр ғой, мен сенікін шығармай қояйын деп. Мөлдір, мына жерде мен де сенікін шығармай қояйын, неше түрлі қылықтарыңды. Иә, сен маған кешек келдің, потому что сен мәжбүр болдың, что актермен келісіп қалдың. Мен саған жоқ деуім керек, мен сені сыйлағаннан кейін жарайды дедім. Ал сен мына жерде отырып кешірім сұрамаймын дегенге жол болды. Хуршет, енді не болса да мен саған обещать еткен 50 000 теңгемді бердім. Жаңа ханым, былай дейік, өйтіп ақшаларым міндеттенетін болса, мен сен мөлдір ақшаңа да зару емеспін, қазір өзің ақшаңды лақтырып жіберемін, все. Рахмет Хуршет, байланысқа шыққаныңызға. Мүлдем өзара келісіп алдыңыздар, мен айтпай қояйын тағы деп. Білмеймін, өте ұят, сондай бір, білмеймін, адамның бір зауқын, жалпы ниетін қашырып тастайтындай әңгіме. Және осының барлығына еріксіз бізді де бір қатысы бар адам қылып көрсеттіңіздер де. Ал біздің бар ниетіміз жай ғана беташарларыңызды әдемі етіп, сондай бір әсерлі, әзіл аралас етіп жасап беріп, өзіміз шынайы тастаған ақшамызды тастадық та болды, кеттік. Ал ары қарай осындай дүние, оны статистика үшін ары қарай пранк ретінде түсіріп алып, қайтадан оны елге мақтанып жүктеу, міне арты осындай болған еді деп. Мөлдір, мен сізден де шаршадым, шынымды айтайыншы. Күнде бір былық, күнде бір ұрыс, ол ұрыстың кесірінен маған, менің кәсіби біліктілігіме, менің эфир жүргізуіме қанша сөз тиеді. Мен сізден шаршадым, Мөлдір. Шын айтам, жетер жеріне жеттіңіз. Өзіңізді былай да көрсетіп жатырсыз, былай да көрсетіп жатырсыз. Не үшін? Сіздің кесіріңізден бетіңізге айтайын. Жобаның ұжымы, мына отырған мен, Султан Бенд үлкен сынға ұшырап жатыр. Адамдығың үлкен сынға ұшырап жатыр. Адамдығыңыз қайда? Елге мәдениеттілік, ішкі мәдениет туралы айтқанда бәле дейсіз. Жеке басыңызға келгенде тек қана өзіңізді көрсетумен айналысып жүрсіз. Бұл істеп отырғандарыңыз сіздікі болсын, Ақтөренікі болсын, ұят. Енді кеп, түк болмағандай, осы жағдайдың барлығына кінәлі тек қана Хуршет деп шығарғымыз кеп тұр. Ашкөз деп айтып аласыздар, басқасын істейсіздер. Шын, соңғы күндері жобаның берекесі қашып кетті. Және Ақтөре-екеулеріңіз бір-бірлеріңізден, я, Диана ханым, ауыр пікірлер үшін кешірім сұраймыз. Айналайындар-ау, осыған дейін миларыңыз қайда болды? Айтатын сөздерді айтып, көргенсіз, мәдениетсіз, басқасы, осы жерде боқтап та, балағаттап та жарнамада, енді түк болмағандай кешегі жағдайда екеуіңізде кінәлі болғаннан кейін, ой, бірігіп достаса салайықшы, кем дегенде деп отырсыздар. Диана ханым, бұл жағдай емес, бұлға дейін негізі той басталмай тұрып басталған әңгіме негізі, екеумізден. Просто шыны керек, ұрса бергеннен мен өзімнің әке-шешемнен ұялып кеттім. Шыны керек, қызбен ұрса берген, ол қызды жеңбейсің, қызды тек қана сыйлау керек. Сол үшін мен кешірім сұрадым, болды, ода тұрған ештеңе жоқ. Ол өзіміздікін түсіндік. Диана ханым, мен айтып кетейінші мына жерде. Индира ханым. Бағана мына жерде енді қаншама сөздер айтылып жатқан кезде Меруерттің аузынан мынандай сөз шығып қалды. Иә, мүмкін ақшаларың бола тұра көрсетпеген, бұлардың бастары жеткен шығар, қалғандардың басы жетпеген шығар дегеннің жол болсын, Меруерт. Білмеймін, сені ақылды ма десем, енді андай әңгіме айтып отқаннан кейін, білмеймін енді. Мына жерде енді мақұл, мүмкін ақшасы басы жетпегендер шынайы емес шығар сен үшін. Ақшасы жеткендер, шоғып көрсеткендер шынайы шығар сен үшін. Сол үшін Меруерт, мен бүгіннен бастап сенің шынайылығыңа күмәндана бастадым. Сол үшін мына жерде Мөлдірге айтқым келетіні, Мөлдір, иә, мен сені жақсы жағыңда, жаман жағыңда айтып келдім осы уақытқа шейін. Бірақ мен кеше шынымен Диана ханым, менің құрбыларым сұраған кезде, мен рас, айттым, ол шынайы болды. Шынымен Мөлдір 300 000 салды, Ақтөре 310 000 салды, Султан Бенд өзінің сағатын сыйлады. Ол рас, шынымен болды деген дүниені мен қазір өзім ыңғайстанып отырмын. Сол құрбыларымның алдында. Бізде жарнама. Аблай, сізде сыйлық бар сияқты? Бұл сыйлық Асхаттың сыйлығы. Асеке? Диана ханым, көңіл күйіңіз түсіп кетті, сол сыйлық сізге. Қалай үлгердіңіз? Рахмет үлкен Асеке. Мәс саған. Қазір көрсетейін, қалай жасап қойған. Рахмет үлкен Асеке. Бізде енді бір сұмдық, бір ұят
жайт болып жатыр ғой енді. Осы күнге дейін былай да жұмсақ та жеткізуге, мейірімді түрде де жеткізуге тырысып жатамын. Бірақ бүгін бір менің шыдамымның шегі болды. Өз-өзімнен шығып та жатырмын. Енді жол болсын деп айтқым келеді барлықтарыңызға. Түк болмағандай осы жерде татуласып алдыңыздар, мейлі. Татуласқандарыңыз жақсы, қайта бір-бірлеріңізге кек сақтап, осы жерде түрлі ауыр зіл пікірлермен тілдеп отырғандарыңызға қараған кезде. Бірақ қайталап айтам, жобаның берекесі соңғы күнде қашты бірнеше қатысушының кесірінен. Мөлдір, сізге бұл менің айтқан пікірім мүмкін ұнамай отырған шығар, іштей менімен келіспей отырған шығарсыз. Бірақ көп жағдайда сіз дайындалып келесіз де, одан кейін ренжіп отырасыз. Неге мен? Диана ханым, неге мен деп? Ал мен ше? Маған да түрлі пікірлер жазады. Мөлдір Диананы сатып алған ба дейді, ал маған сол жақсы ма? Кеше берген ақшасы көп екен, онда жүргізушіні Мөлдір сатып алған шығар дейді. Енді кеп, кешегі Хуршет пен Нұржамалдың тойының осындай артынан сөз еруіне сіздер септігін тигіздіңіздер. Қазір енді қатысушылармен ұрысып отырсыздар, оларға бір нәрсені дәлелдегілеріңізге. Мен қазір ұялып отырмын. Кешегі той үшін, білмеймін, сондай бір мақтанып, осы беташар күшті өтті, сөздері қандай болды, арасындағы әзілдері қандай болды дегендей. Ал артынан міне осындай талқы. Сондағысы не? Не ер жігіт айтпақшы, расымен де сасық кеуде. Кеудеге нан піскен деген осындай болады. Нені кімге дәлелдедіңіздер? Ақшаларыңыз бар, бірақ ол ақшаның барлығын бермегендеріңізді көрсеттіңіздер ме? Қазір барлығы ойлайды, Нұрсұлтан қайтарып алды, Сұлтан сыйлаған сағатын қайтарып алды деп, оған да сын пікір келеді. Біз сыйлаған сандықты, диванды жарнамасын жасап алдық та, одан кейін қайтып алдық деп ойлайды. Айналайын, сіздердің жандарыңызда 20 мың теңге берген Данияр алтын екен. Сіздердің жандарыңызда шын пейілмен 17 мың теңгесін, осылай енді ақыры ақшаға тірелсек, хамо жақсы екен. Ал енді кеп Меруерт, расымен де сіздердің ақшаларыңыз болса, сіздер де жарыспадыңыздар деген, енді білмеймін. Ер жігітіңізді қанша мақтап қорғап отырған шығарсыз, бірақ дәл бұндай жолмен емес. Қыз ер азаматқа оныкі қашан дұрыс емес, соны көзбен көрсету керек, кем дегенде көпшілік жоқ жерде айту керек етіңіз. Ал сіз әйтеуір мен Ақтөрені жақсы көрем дейсіз де, ана бұлықтан да, мына бұлықтан да құрғақ етіп алып шығып жатасыз. Және бізде кезекті номинация. Гүлназым, сізде белгі бар деседі? Ұйқыдан айырылдым дейді. Я, Мөлдір, өзіңізді тыңдайық енді. Диана ханым, енді мен сізді түсініп отырмын. Сіз мені түсіне алмайсыз, Мөлдір. Жоқ, Диана ханым, неге мен сізді түсіне алмаймын? Мен де оқып жүргем ол нелерді, пікірлерді, что мен осы жобаны сатып алғанмын, мен сіз сатып алғанмын деген сияқты. Сіз маған шектеу қоймайсыз. Мен оның барлығын оқып, мен тарапыма да солай жазып жатыр. Мен сізді сондықтан да түсініп отырмын. Егер сіз мені түсінсеңіз, сіз анда-санда өзіңізді тиятын едіңіз, Мөлдір. Істеп алғаннан кейін, мен түсіндім деп, мен кешірем, сұраймын деген сөздің бір қадір қасиеті жоғалғандай болады негізінде. Ал мен іште қашанда әділдіктің жағындамын. Бірақ осындай соңғы әрекеттерден кейін олай болмай шығып жатқан сияқты көрініп жатыр. Иә. Енді білмеймін, Диана ханым, енді айтып жатыр ғой, енді барлығы мен уже елдің аузында бір провокатор болып, уже аты Мөлдір емес, уже провокатор болып кеткен енді. Білмеймін, өзім сондай адаммын. Мен барып, вот сіз айтып жатқандай, бір дайындалып, үйге барып, бір схема құрастырып, бір ондай ештеңке жоқ менде. Қалай осы моментте ойымда не тұр, соны алам да айта салам. Өзімнің эмоциям сондай. Кешірім сұрасам да, мен түсініп тұрсам да, мен өтірік жаңа сізді түсініп отырмын, кешірім сұраймын деп айтып отырған жоқпын. Мен шынымен де сізді түсініп отырмын. Шынымен де өзімнің қателігімді түсінетін адаммын. Енді не істеймін, Диана ханым?
Адамда мен адамдық жоқ дегенге сенбеймін. Жай ғана сәл жұмсақ болу керек. Адамның айыбын айтуға асығып емес, керісінше адамның айыбын жасыруға тырысу керек. Ал сіз мен білем дейсіз де, барлығын жайып саласыз. Одан кейін ол адамның кемшілігі бар, басқасы бар, ортаға шығаруға асығасыз. Ал өзіңізге келген кезде кішкене ренжіп қаласыз. Мені мысалға мына жерде менің көңіліме тоже ешкім қараған жоқ қой, жаңағыдай ашық чупа-чуп салып келген кезде мысалға, или же жаңа күл табақ алып келгенде деген сияқты. Сондықтан да мен қоршаған ортаға просто адаптировалась и все. Бірақ болған жағдайға менің сізге ренжуге қақым бар. Өйткені ол сіздің кесіріңізден болып жатыр. Ал сіз ешкімге ренжи алмайсыз, өйткені өз қолыңызбен, өз тіліңізбен тапқаныңыз. Ақтөреге айтқан сөздеріңіз, басқаға істеген заттарыңыз. Ақтөреде айтуын айтып алды да, сізден мөлдір болды, енді екеуміз жақсы дос едік қой басында. Ары қарай өштеспей қояйықшы, маған анам ұрсып жатыр дегендей. Жоқ, Диана ханым, енді мына жерде қайтадан, как обычно, да, белая ворона мен ғой енді. Менің тарапыма жасалған затта еш адамгершілік жоқ. Жана мен машинаны қандай ақшаға алдым деген адамгершілік жоқ. Сәл мейірімділік күтсем мөлдір болды. Маған мейірімділік болса, мен де мейірімділікпен отвечу, Диана. Менің тарапынан сізге мейірімділік болмады ма? Жоқ, мен Диана ханым сізді өте сыйлаймын. Мен сізге вообще ештеңке айтып жатқан. Бүгінге осы қымбатты көрермен, бізден кейін еліміздегі басты жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Жаңаөзенде жан түгершілік апат болды. Кейін орында жұмыс істейтін адам жан тапсырды. Ал оған кім кінәлі? Барлығын басты жаңалықтардан көре аласыздар. Ал сіздермен ертеңгі 14:30-ға дейін қоштасамыз. Кештеріңіз жақсы өтсін, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын.